Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай керемет болып шығатын сұлу подкастын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол алдымен сүтімізді, сұлымызды және қантымызды бір-бірімен араластырып, плитаның астын сүтіміз бұрқылдап қайнағанға дейін ең жоғарғы жылдамдыққа қоямыз. Бұл кашаның тез дайындалатын себебі үш қоспаны бірге қосасыз да, просто анда-санда келіп араластырып тұрасыз, болды. Мұнда білу керек нәрсені сіздің, міне осылай бұрқылдап қайнаған кезде астын жай қоямыз, орташа жылдамдықта. Білу керек нәрсе мұнда бізде сүт пен сұлының қатынасы бір-біріне 500 грамм сүтке 1 стакан сұлы болып табылады. Міне бізде 10 минуттың ішінде осылай кашамыз уже дайын. Дайын болған кашаңызды әртүрлі жидектермен, құрғақ жемістермен, маймен, медпен жесеңіз болады. Өзіңіздің қарауыңызға қарай әрі қарай. Бізде осындай әдемі, дәмі керемет каша шықты. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.